Қайлы кеш, сәлематсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бізде Бақнұр есімді керемет аруымыз өзінің дата рождениесін қалдырған болатын, ал енді бірге есептейміз. Біздің бірінші жасайтын амалымыз бірге 3-ті қосамыз, 1, 2, барлығын бір-біріне қосып шығамыз, иә? Бір қосылған 3, қосылған 1, қосылған 2, қосылған 1, қосылған 9, қосылған 9, қосылған 9, 35 шықты. Екінші біздің жасайтын амалымыз, бізде бірінші қосымша сан. 3-ке 5-ті қосамыз. 8. Екінші қосымша санымыз 3. 35-тен минус 2-ні аламыз. Бұл Пифагор психоматрицасының жалпы түрдегі формуласы, білесіздер. Енді көбейтеміз бірінші санға 1. 2 шығады мұнда. Так, 35-тен 2-ні алсақ 33. Төртінші біздің жасайтын амалымыз 3-ке 3-ті қосамыз. 6. Ал енді түсіреміз 13, 12, 1999. Үшінші амал, үшінші қосымша сан, төртінші қосымша сан. 35, 8, 33, 6. Ал енді психоматрицасы сызамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 бірлік бар. 2-ден біреу, я? 3-тен біреу, 2, 3, 4. 4 жоқ бұл кісіде. 5 біреу бар. 6 біреу бар. 7 жоқ. 8 біреу бар. 9-дан 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значит, бізде дұрыс. Так, бұл кісінің психоматрицасына қарап, мінезінің жуас та, қатал да емес екенін аңғарамыз, я? Нумерология бойынша бұндай кісілерді алтын орта деп атайды мінезін. Керек кезіне 2 мінезде қолданылады. Бірақ 4 жоқ, шыдамсыз, все и сразу деп айтатын адамдардың қатарында барлық нәрсенің бірден болғанын қалайды, я? Кейде шыдамсызданып кететін уақыттарда болып тұрады. Ақ көңіл, адамдарға жоқ деп айта алмайды, барынша көмектескісі келіп тұрады, тез назарланып қалады, тіл көз тез өтеді деп айтсам болады. Сондықтан всегда бұндай кісілерге дұғада жүру керек, көп дәретпен жүру керек. Сонымен қатар адамның назар түсетін дүниелер тағып жүру керек. Аптасына 1 рет Ясин сүресін оқысаңыз, ол тіптен керемет. Сізді бүкіл жын шыпырдан, көзден, сөзден қорғайтын болады. Екі энергия біреу ғана, екі түр энергия аз, кішкене физикалық тұрғыда жұмыс жасағанда тез шаршап қалады. Көбінесе ойланып, істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады. Энергия көбейту керек. Сыртқы қазір енді көктем келді, карантин бітсе, иншаллах. Жалаң аяқ көп жүру керек бұндай кісілерге. Таза ауада көбірек серуендеу керек, массаж алу керек. Кез келген ортаға оңай сіңісе алады. Ең жақсы қасиеті бұл кісінің общительная деп айтсақ болады. Үштігі көп, интересі өте мықты. Бір нәрсені білсе түбіне дейін зерттейді, жан жақты, бір уақытта бірнеше жұмысты атқарып кете береді. Бірақ жаңағыдай керекті де, керек емес де дүниелерді өзіне көп жинауы мүмкін. Сондықтан шкафты кемінде айына 1 рет тазартып тұру керек. Ақ көңіл, жоқ деп айта алмайды деп айттым. Көп жағдайда енді больше реалист деп айтсам болады. Бірақ визуалды түрде армандап та қоятын уақыттары болып тұрады. Көп адамдарға сенімсіздікпен қарайды деп айтсам болады бұл кісіні. Сондай бір уақыттарда адамдарға сенімсіздікпен қарағаннан, қырсықтанып, айтқаннан қайтпайтын уақыттары болып тұрады. 3-9-лық бар, өте духовный адам, рухани түрде өте мықты адам, чувство долга бар бұл кісіде. Ал енді Бақнұр деген қызымыздың психоматрицасы осылай шықты, өте общительная. Сондықтан бұл кісінің енді ең минус жақтары энергия кішкене көбейту керек.
сосын кішкене шыдамды болу керек, сосын адамдарға жоқ деп айтып үйрену керек, яғни тез сенгіштік қасиеттен кішкене арылу керек. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Егер бұл видео ұнаса, лайктарыңызды қойып кеткендеріңізді қалаймын. Үлкен рахмет.